Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Қанеки оқушылар, сабағымызға дайындалайық. Кітап, дәптерлерімізді және қаламымызды алып, оқу жабдықтарымызды түгендейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін түрлерін білесіңдер. Осы сабақта суреттер арқылы мәтіндерді құрастырып жазуды, жазылған мәтіндердің айырмашылығы мен ұқсастығын табуды үйренесіздер. Олай болса, оқушылар дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 14 қараша сынып жұмысы. Көркем жазу айдары дәптерлерімізге берілген 3 сөзді әдемілеп тұрып жазып шығайық. Мектеп, сынып, оқушы. Балалар сөздерді жазғанда әріптердің жазылу емлесін естен шығармаңыздар. Яғни дәптерлеріміздің үлкен және кіші жолдарына бас және кіші әріптерді дұрыс жазуға тырысыңыздар. Ал енді жазып болсақ, сабағымыздың мазмұнын түсіну үшін бейне жазбаға мұқият зер салайық. Ай мектеп. Дана, сен не жайлы ойланып жүрсің? Қазақ тілінен мәтін құрастыруға тапсырма берген. Сол туралы ойланып жүрмін. Оны құрастырмас бұрын сен мәтінге қатысты өткен ережелерді есіңе түсіріп ал. Жарайды, білетінімнің бәрін айтып шығайын. Мысалы, қ деген дыбыс, онымен ешқандай ойды жеткізе алмаймыз. Қыс десек, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар. Бірақ жеке сөзбен де айтқың келген ойды жеткізу қиын. Қыс келді десек, сөйлем болады. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Ал қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бірімен бірі байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Жарайды, мәтін туралы түсінігің бар екен. Сенің қандай тақырыпқа мәтін құрастыруың керек? Тақырып дейсіз бе? Иә, мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни тақырып деген мәтіннің атауы. Менің құрастыратын мәтінімнің тақырыбы демалыс. Сен мәтіннің қандай түрін құрастыруың керек? Білмеймін. Біз мәтіннің түрлерін өткен жоқпыз. Сіз маған мәтіннің түрлерін айтып беріңізші, біліп алайын. Мәтіннің 3 түрі бар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Бір тақырыпқа мәтіннің 3 түрінде құрастыруға болады. Мен ойымдағы мәтінді айтып көрейін. Сіз қай түріне жататынын айтыңыз. Жарайды. Демалыста біреулер үйде теледидар қарайды. Біреулер отбасымен қыдырады. Ал біз көбінесе тауда демаламыз. Біз кешеде тауға шықтық. Шанамен сырғанадық, ақ қала жасадық. Әбден ойнап, үйге кеш қайттық. Мұндай оқиғаны ретімен баяндайтын мәтінді әңгімелеу мәтіні дейді. Ал енді мен осы тақырыпқа сипаттау мәтінін құрастырып айтайын. Сен мұқият тыңда. Біз кеше тауға шығып демалдық. Күн шайдай ашық болды, бірақ аздаған аяз да бар еді. Қаладағыдай емес, тауда қар қалың, ауа таза. Шанамен құйындай жүйткідік. Жасаған ақ қаламыз сондай әдемі шықты. Кешке дейін жүріп, үсті басымыз су болып қайттық. Түсіндім. Сипаттау мәтінінде қандай және қалай деген сұрақтарға жауап беретін сөздер көп айтылады екен. Дұрыс айтасың. Себебі сипаттау мәтіні зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайды ғой. Пайымдау мәтініне де мысал келтіріңіз. Ерекшелігін
өзім тауып көрейін. Жақсы, бастаймын. Біз көбінесе тауда демаламыз. Себебі таудың ауасы таза болады. Кеше күн ашық болды. Сондықтан тағы да тауға шықтық. Тауда қар қалың, себебі онда қаладағыдай көп адам, көп көлік жоқ. Сондықтан қар тез ерімей, бірінің үстіне бірі жауа береді. Біз кешке дейін сырғанап ойнадық. Қардан аққала жасадық. Сондықтан үсті басымыз су болып қайттық. Пайымдау мәтінінде сіз әрбір айтқан ойыңыздың неге, неліктен олай екенін түсіндіргіңіз келді. Дұрыс байқадың. Пайымдау мәтіні оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін. Сол үшін себебі, өйткені, сондықтан деген сөздерді пайдаланамыз. Біз құрастырған үш мәтін бір-біріне ұқсайтында сияқты. Иә, себебі олардың тақырыбы ортақ. Бір оқиғаны үш түрлі айтып отырмыз. Және мәтіндердің құрылымы бірдей. Құрылымы? Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Біздің мәтіндеріміздің бәрі де тауға шығумен басталды. Үйге қайтумен аяқталды. Қалай ойнап, қалай демалғанымыз туралы айтқан жеріміз негізгі бөлім. Алақай, мен сабаққа алдын ала көп нәрсені біліп баратын болдым. Қайталайық. Мәтін, оның түрлері, құрылымы. Біз жеке дыбыспен, жеке сөзбен, немесе бір ғана сөйлеммен ойымызды толық жеткізе алмаймыз. Ойымызды толық жеткізу үшін бір-бірімен мағына жағынан байланысатын бірнеше сөйлемнен тұратын мәтінді пайдаланамыз. Мысалы, қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бір-бірімен байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни, тақырып деген мәтіннің атауы. Мәтіннің үш түрі бар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтінді әңгімелеу мәтіні дейміз. Сипаттау мәтінінде қандай және қалай деген сұрақтарға жауап беретін сөздер көп айтылады. Себебі сипаттау мәтіні зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайды. Пайымдау мәтінінде автор әрбір айтқан ойының неге, неліктен олай екенін түсіндіреді. Пайымдау мәтіні оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін. Сол үшін себебі, өйткені, сондықтан деген сөздерді пайдаланамыз. Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Мұны мәтіннің құрылымы деп атайды. Мысалы, фильмде айтылған мәтіндер тауға шығумен басталды, үйге қайтумен аяқталды, қалай ойнап, қалай демалғаны туралы айтылған жері, негізгі бөлім. Ал енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтарыңыздың 79-шы бетінде 17-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Бұнда сіздерге суреттер берілген. Қазір осы суреттерге қарап, әрқайсына мазмұнына лайықты мәтіндерді табамыз. Ең бірінші мәтіндерді оқып шығайық, одан кейін мәтіндерге сұрақ қоямыз. Қайсы сұрақ қай мәтінге сәйкес келеді? Содан кейін барып, осы мәтіндерге сәйкес суреттерді анықтаймыз. Балалар, мен бірінші мәтінді оқимын, мұқият тыңдаңыздар және менің соңымнан қайталап оқып отырыңыздар. Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Екінші мәтін, құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісі мұрныңды жарады.
Үшінші мәтін: Айболға мұғалім ескерту жасады, өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынған еді. Балалар, бірінші мәтінде кім туралы және не туралы айтылған? Жауап берейікші. Балалар алдымен не істейді? Содан кейін не істейді? Енді осы мәтінге сұрақ қойыңыздаршы. Бірінші мәтін бойынша қандай сұрақ сәйкес келеді? Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады, оған уақытылы су құйып тұрады. Не істеді? Жарайсыңдар. Демек, бірінші мәтінге бірінші суреттегі және не істеді деген сұрақ сәйкес келеді екен. Ал енді екінші мәтінге назар аударайық. Екінші мәтінге қандай сұрақ қоя аламыз? Құмырадағы гүл туралы айтылған. Гүл қандай? Қандай деген сұрағы бар, екінші сурет сәйкес келеді екен. Үшінші мәтінге назар аударыңдаршы. Айболға мұғалім ескерту жасады, өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынған еді. Айболға мұғалім неге ескерту жасады? Неліктен? Үшінші мәтінге біз неліктен деген сұрақты қоя аламыз. Демек, үшінші мәтінмен үшінші сурет сәйкес келеді екен. Енді балалар, осы үш мәтіннің үш түріне жататынын білесіздер ме? Бірінші мәтінде не істеді? Оқушылар не істегені жайлы, яғни терезенің алдындағы гүлдерді топырағын қопсытып, оларға су құйылғаны туралы айтылған. Демек, бірінші мәтін әңгімелеу мәтініне жатады екен. Әңгімелеу мәтіні не істеді, не болды деген сұрақтарға жауап береді. Ал екінші мәтінде гүл туралы айтылған. Демек, бұл сипаттау мәтініне жатады. Екінші мәтінде гүлдің қандай екендігі жайында айтылған. Сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді екен. Үшінші мәтін бізде пайымдау мәтініне жатады. Балалар, пайымдау мәтіннің айырмашылығы бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет етіледі. Яғни, Айболға мұғалім ескерту жасады. Екінші бөлігінде дәлелдеуге берілген пікір беріледі. Өйткені деп басталады. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынды. Пайымдау мәтіні үш бөліктен тұрады. Яғни, үшінші бөлігінде қорытынды пікір беріледі. Ол кінәсін мойындап, мұғалімнен кешірім сұрады. Пайымдау мәтіні неліктен деген сұраққа жауап береді екен. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. 18-ші жаттығу сіздер дәптерлеріңізге жазбаша түрінде орындайсыздар. Яғни, оқулықтағы 80-ші беттегі ережелерге назар аударып, сызбаны пайдаланып, пайымдау мәтінін құрастырып жазасыздар. Балалар, пайымдау мәтінін сіздер 81-ші бетте 18-ші жаттығудағы бірінші суретке қарап орындайсыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Мәтіннің тақырыбы болады екен. Мәтінге жоспар құруға болады. Мәтіннің басы, негізі және соңғы бөлігі болады екен. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтіннің бізде үш түрі бар. Бүгін біз онымен таныстық. Мәтін әңгімелеу, сипаттау және пайымдау деген түрлері болады. Ал енді балалар, дәптерлеріңізге тест тапсырмасын орындайық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін берілген тестті оқып шығасыздар және дәптерге тек қана жауаптарын жазасыздар. Бірінші А және Ә қайсысы жатады? Екінші сұрақты оқып аласыздар. Қайсы жауап сәйкес келеді? А және Ә деп белгілейсіздер. Тестті орындап болған соң маған кері байланыс жазуды ұмытпаңыздар. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе? Осы берілген кубоктар арқылы өзімізге кері байланыс жасайық. Сабақта барлығын түсіндім десеңіздер, алтын кубокты белгілейсіздер. Сабақты жақсы түсіндім десеңіздер, күміс кубокты аласыздар. Және сабақта аздап қиналдым, яғни сұрақтарым бар, әлі де маған оқу керек деп ойласаңыздар, қола кубогын таңдайсыздар. Балалар, осы кубоктарды ауызша таңдап, маған WhatsApp-тан жазып жіберіңіздер.
Олай болса, үй жұмысын жазып алыңыздар. 80-ші бетте ережені жаттайсыздар. 3 ереже берілген мәтіннің түрлеріне байланысты. Және 3 мәтін түріне мысал мәтіндер жазасыздар. Дәптерге әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтініне мысал жазып келіңіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.